Қалайсыздар, бүгінгі видеода қысқаша One Piece'тің сериаларын айтатын боламыз. Арнамызға тіркеліп, қоңырау түймешесін баса отырыңыздар, ендеше кеттік. Барлық нәрсе Луфи Санджидің кетіп бара жатқанын тоқтатуынан басталған еді. Перестань, Саски. Кон, мы просто пришли вернуть тебя. Луфи дым түсінбей тұрып, бірақ Санджи оны аямай ұрып тастаған еді. Нами Санджи мен Луфиді айқайлап тоқтатқысы келсе де, олардан дым шықпаған еді. Екі накаманың арасында шайқас осылайша басталды. Я не уйду! Станем пиратами вместе! Шинковка! Санджидің ударынан кейін Луфи тұра алмай қалды. Мына шапалақ Санджиға ұнамағаны мен отбасындағы аға інілеріне ұнағандығы анық. Өте өкінішті әлбетте, бірақ Луфи Санджисіз ешқайда бармайтынын, олсыз король пират бола алмайтындығын, өзінің командасындағы ең маңыз адамдардың бірі екендігін айқайлап түсіндіріп жатса да, Санджи өздеріңіз көріп тұрсыздар. Мынандай жағдайдан кейін Нами мен Луфи тіпті тамақтың дәмін де татқысы келмегендігі айдан анық. Осыдан кейін Луфи мен Нами Биг Мамның островына қарай келген болатын. Бұл Биг Мамның отбасы айта кететін болсаға One Piece'тағы ең үлкен отбасыларға жатады. Мынандай отбасыны көрген екен Санджи қорқып тұрғандығы айдан анық. Және де Биг Мамның алдына кішкентай қыз келіп, менің ойыншығыммен ешкімде ойнағысы келмейді деп айтып жатыр. Да кто из нас не хотел бы убить сотню-другую людей? Ал құдалар болса бір-бірімен танысықтарын жалғастырып өзара әңгімелерін айтып жатыр. Биг Мам Санджиға қарап, пудинг сенің болашақ әйелің, және де ол керемет болады деп түсіндіруде. Зеленый чай? Черный чай. Не могли бы вы заткнуться? Чего? Съешь меня, а начни тогда с меня. Ал екі жас болса бір-бірімен сөйлесуге қысылып отырғандығы айдан анық. Луфи Биг Мамның островына Санджиді алып кетуге келсе, оның алдына кім келе жатқандығын қараңыздар. Биг Мамның 1000-нан аса әскері келе жатыр. Ал шайқас басталатындығы айдан анық. Мугивара Луфи деген сен ба? Кіп-кішкентай болып бәле екенсің. Қарғыс атсын сені. Ал Луфи қарғысын қабылдап, ары қарай шайқасқа кетті. Ал Луфи өзінің сол баяғы гоmu-gomu фруктысын қолданып, Биг Мамның әскерлерін талқандауда. Осыдан кейін пудинг Санджиға қарап, осы жерден екеуміз тоқтатайық, сен Мугивараларға қарай кете бер десе, пойыз өтіп кеткен. Енді Санджи осы жерден өзінің историясын айтуда. Менің ешқандай да достарым жоқ, тек қана сені ұнатамын деп айтуда. Ал Луфи Санджи үшін өзінің барлық күштерін қолданып, әскерлерді қыруда. Да свежий крем подслащивают, он начинает сжечься. Луфиға жан-жақтан біреуі атака жасап, ал біреуі ұйықтатуға тырысып жатыр. Жалғыз Луфи ғана шайқасып жатыр ма десек, бұл жақтан Намиға да атака жасап жатыр екен. Луфи Биг Мамның әскерлерінен ұтылып жатыр, ал Нами болса, мыналар бәрі бірде көп, бір нәрсе ұйымдастыруымыз керек деп айтуда. Ал мына жақта пудинг жылап жатыр. Превратиться в ад. Ты никогда не хотел жениться на мне, Санджи-сан. Но я... Ал мына жақтан бір бұлт пайда болып, Нами оны сәтті пайдаланып көзін құртып жібереді. Ал мына жақта болса, Санджи пудингті құшақтап, сен қаласаң екеуміз үйленейік дейді. Санджиді пудинг үшін пирожный островқа алып кетсе, ал пудинг болса тұрмысқа шығайын деп жатыр. Луфи сырттағы әскерлерді жеңіп, енді үйінің ішіндегі әскерлермен шайқасуда. Ты сейчас в мире книг! Луфи Биг Мамның әскерлерін жеңіп жатырмын десе, ол тек уақытынан айырылыпты. Санджи Биг Мамға, мен пудингқа үйленемін, егерде Мугиваралар осы жерден кететін болса дейді. Санджи Биг Мамның айтқан сөздеріне шынымен де сене алмай тұр. Осы кезде Биг Мам оған күліп, сене мен ойнағың келіп тұрма? Егерде мені алдайтын болсаң, мен сені жек қоямын деп оны қорқытады. Бұлар Луфиді жеңдік деп мәз болып отқан кезде, Биг Мамға оны тірі кезінде апару керектігі естеріне түсіп кетеді. Осы кезде Намидің қолхатын көріп қояды да, Лола жазуды көреді. Вдруг и сама подарила ее нам. Вот оно как. Луфи соңына шейін бармаймын деп тырысып жатқан еді, онысынан түк те шыққан жоқ. Ал Санджи болса пудингқа келісімін беріп қойған.
Луфи болса түрмеден мені босатыңдар деп қатты айқайлайды. А почему это я должен отпустить? Осы кезде өздерінің кітаптарынан Луфиді 55-ші бетінен көріп қояды. Чоппердің өз ойлағаны бар еді, және де ол планы өте жақсы жүзеге асты. Брук ішке қарай кіріп көмектесуге тырысып жатса, алдынан әр жақта 30 әскерлерден бар. Генерал Смузи. Ал мына алдарыңызда тұрған Смузи. Басына қойылған бағасы 320 миллион белли. Санджи Педромен ұзақ сөйлеспеді, бірақ басына бір план келді. Ал мына жақта болса тірі қоянды Биг Мамның адамдары өлтіруге тырысып жатыр екен. Кітапханада өзара сөйлесіп тұрған кезде Биг Мамның белгілі бір күші бар екен. Ол жансыз заттарға жан береді. Өте жақсы, әлбетте, мен бірақта бұл островта бірде-бір гигантты көрген жоқпын. Осыдан кейін Биг Мамның бір әскері келіп Мугивараларды ұстағандығы жайлы айтады. Я вся в этом липком сиропе. Осы кезде Мугиваралардың алдына бірден думушоны қояды. Сол кезде Луфи: Деру тебе зад! Сделаю остров рыболюдей своей территорией! Луфи осы кезде Биг Мамға сенің қай-қайдағы жоқ қызыңа Санджи үйленбейді деп айтқан еді. Биг Мам болса күліп: ей Мугивара, ертең Санджи мен Пудинг арасындағы той болады дейді. Егерде екі жақта да айқай шу болатын болса, барлықтарыңды да қырамын деп ескертеді. Осы кезде Педро Пирожный островтың бір зданиясына кіріп кетіп, әскерлерімен шайқаса бастайды. Нақты не болып жатқанын білу үшін Смузи жеке өзі аттанады. Биг Мам болса өзінің тойын қатты күтуде. Биг Мам болса бақыттан басы айналып тойды қатты асығып күтіп жүр. Тамақтың барлығын опырып жеп жатыр, бірақ ішінен бір тамақ ұнамай қалып быт-шытын шығарып жібереді. Бруктың әріптесі Педро оған сияған Биг Мамның әскерлері атака жасап жатыр дейді. Чо там, Джиги, менің күшім қалай екен? Осы кезде барлығының да қарындары қатты ашып тұр да, қоянды жегілері келіп тұр. Осыдан кейін Зайыт тұрып оларға мені жемеңдер деп қатты айқайлайды. Осы сәтті жақсы пайдаланып, Чоппер өзінің формасына келеді де Биг Мамның әскерлерін қырып тастайды. Мугиваралардың алдына кім келгенін қараңыздар. Санджидің болашағы елі Пудинг. Луфи болса қатты ашулануда, біздің Санджиді жібер дейді. Типа Мугивараларға қолынан дым келмеді деп айтып жатыр. Эй, подожди, Пудинг! Прощайте. Ал мына шақта болса бағалдегі Чоппер мен қоянның бірлесіп шайқасып жатқандығы. Ал мына жақта Брук болса өздерінің денелерін басқара алмаған әскерлердің жандарын алып қалып жатыр. Осы кезде Биг Мам келіп, мына жақта не қызық болып жатыр, мені шақырмайсыңдар ма? Осы кезде Педро Биг Мамның бір әскерлері Рейджумен кездесіп қалады. Рейджу оған: сен бізден 5 жыл бұрын кетіп қалған едің. Бізге қайтадан оралмақ түрің бар ма? Сені 50 жыл бұрын алып кетіп қалған дейді. Луфи болса мотивациясы қайтадан оянып, Санджиға көмектесейік дейді. Ал Нами болса біздің қолымыздан түк те келмейді дейді. Чоппер болса Мугивараларды іздестіріп жүр. Тіпті жан-жақтан іздестіріп барлығын да қорқытып алды. Мына жақта Луфидің қолдары оралып қалса да қайтпайды екен. Но теперь тебе некуда бежать. Осы кезде Брук: соңғы жаным қалғанша шайқасамын дейді. Мына жақта болса баяғы екі әріптестер бір-бірімен шайқасып жатыр. Екеуінің арасындағы таныстық өте керемет басталған еді. Екеуі бір-бірімен ұзақ қатты шайқасады. Бірақ та уақыт өте келе Биг Мамның алдына ұсталып қалады. Сөйтсе Биг Мамның алдына Педроның досы Зепо ұрлық жасағандығы белгілі болды. Биг Мам осы сәтті жақсы пайдаланып Зепоның жанын алып алады. Осы кезде Биг Мам: барлықтары маған 70 леопардтан бересіңдер дейді. Ал біз оны орындай алмаймыз дейді. Биг Мам оларға қатты ашуланады. Осы кезде Педро: тым болмаса 50-ге түсірсеңші дейді. Осы кезде Педроның әріптесі: сені мұнда айдап алып келген не зат дейді. Педро болса: мен Мугивараларға сенемін, олар бәрібінде жеңіп шығады деп айтады. Санджи осы кезде маған бір продукт алып кеп беріңдер дейді. Ал бұл продуктілерді көріп, менің баяғы накамаларым үшін тым көп дейді. Осылайша Санджи кетіп қалады. Осыдан кейін Санджи алдыңғы есікпен емес, артқы есікпен шығуды жөн көреді. Және де Пудингқа қарай бара жатса, Ничтожество! Ни за что! Санджи болса өз көзіне өзі сенбей,
қатты таңғалып тұр. Осы кезде пудинг мугивараларға мен оны тек қана пайдаланып жүрмін деп айтады. Ал бүгінгі видео осы. Келесі видео шықсын ба? Өз ойларыңыз әлбетте комментарийға қарай жаза отырыңыздар. Арнамызға тіркеліп қоңырауша түймешесін баса отырыңыздар. Сіздермен болған мен Микопис, келесіде кездескенше.